На его счету 3 победы и ни одного поражения. Он из Таджикистана. Встречайте, Рустам Самиев. Из Узбекистана Сухрабек Атажанов. Внимательно слушаем меня. После команды «Стоп» все действия прекращаем. Покажите красивый, честный бой. Удачи по углам. Вот, и просто хочу отметить Пиров Тим, клуб Акбар. Это ребята, их не представили, я хочу, чтобы отдельно мы их представили. Спасибо. Пересечение границы – дело непростое и небезопасное. Я всегда рекомендую надежных и проверенных людей. Пересекайте границу безопасно, с комфортом и с надежными людьми. Шамс Экспресс – более 10 лет опыта работы. Подробная информация в описании. Внимательно слушаем меня. После команды «Стоп» все действия прекращаем. Покажите красивый, честный бой. Удачи по углам. Рустам Самиев, Сухробек Атажанов. Кештің 8-ші жекпе-жегі. Аса жеңіл салмақ. Алғашқы раунд. Екеуде. Аса жеңіл салмақ үшін бойшаң жігіттер 178 см. Атажановтың бойы 180 см. Рустам Самиев, бірден оверхенд, қазір соққысын дарыт алды және алғашқы секундтардан бастап ашық ұрысқа кірісті. Әсіресе Атажанов әрине соңғы жекпе-жектегі жеңілістен кейін қазір есе қайтаруға тырысатын болады барынша. Ал Самиев әрине бұрын соңды жеңіліп көрмеген жеңіс сериясын жалғастыруда мүдделі. Атажанов әлдеқайда тәжірибелі болып көрінеді, қалайда қайтейік. Қайталап көрмекші Атажанов. Самиев кешіңіздер Атажановтың шабуылын дәл сондай соққымен есе қайтармақшы болды. Әзірше алғашқы секундтардағы соққы алмасудан кейін біраз үзіліс алған сияқты. Көріп тұр әрине бұндай соққылардың барлығы. Сухробек. Өз ұрынып қалды қазір. Самиев осыны күтіп те тұрған сияқты. Атажанов және тіпті Рустам бұл жерде қылқындыру жасап көрмекші болды, бірақ еш қиындықсыз. Фулл маунт. Қолға ұрту әдісі. Армбар жасай алады ма? Жоқ. Жоқ, әзірше міне ең жасап көруге болады. Сәл асығыстықта орындалған шабуыл сияқты. Бір аяқта тұрып қазір міне тіпті Атажанов екі соққы дарыт алды және қарымта шабуылға көшті. Белде ұстап әдіс жасай алады ма? Жоқ. Өте жоғары қарқын әрине алғашқы минуттардан бастап. Дәл тиген соққы, бірақ бұл соққының салдарынан емес, бұл жерде құлаған Атажанов және бірден жағдайды түзете алды. Тейкдаун жасап қашыласының үстінде. Қазір әлі 3 минуттай уақыт бар. Бірақ қаншама шабуыл ұйымдастырып үлгерді 2 минуттың ішінде. Гардты айналып өтуге тырысады. Атажанов әзірше қарсыласына жабысып алған бұл жерде. Әрине Самиевтің партерде қауіпті екенін түсініп отыр, сондықтан кеңістік беруге болмайды. Егер қазір басын жоғары көтеріп белін сәл түзете бастаса, онда шабуылдарға тап болуы мүмкін. Арқада жатып бұл жерде де біраз шабуыл, біраз шаруа бітіруге болады. Қолдарын байлап алған Самиев әрине қазір рефердің аяққа тұрғызуына мүдделі. Бұл жерде Атажановтың астында бұндай қысымның астында жату өте қиын. Шабуыл ұйымдастыру өте қиын бұл жерден. Ал Сухробек не істеп жатыр? Міне көрдіңіздер ме? Айналып өтуге жақын қалды. Айналып өтті. Гард шынымен қарсыласының үстінде толықтай қазір өте қиын позиция. Не істейді екен бұл жерден? Жоқ, ұстап қала алмады өкінішке орай, бірақ шабуыл жалғастырмақшы болды. Атажановтың қателігі әрине бұл жерде. Қарсыласын октагонның ортасында ұстап отырса, Самиев аяққа тұра алмаушы, бірақ өзі сүйреп тұрып қорға апарып тіреген болатын. Ал сол торды тиісінше Самиев қорған алды. Тағы да тейкдаун, керемет тайминг жақсы. Уақытты таңдай алды және
мойынды салды ма екен қолға? Иә. Қол салынды. Қылқындыру әдісі. Иә, толықтай жапты бұл жерде қазір. Қылқындыру әдісін салды және Самиевтің реакциясы қандай? Әзірше барлық ойдағыдай. Жақты міне жағын салып алған екен қолдың астына. Бұндай позицияда қылқындыру өте қиын, көп күшті сарқылтуға жол беруі мүмкін және міне енді шынымен де қылқындыру мүмкін. Қазір жақсы позиция, бірақ Самиев қорғанып шығалды және өзі қарымта шабуылға көшті. 40 секундтай уақыт бар. Ground and Pound'та соққы жаудыратын болады. Өте ауыр соққы тағда Самиевтің орындауында Атажанов қашып құтқарылуға мәжбүр. Алғашқы минуттардағы, алғашқы раундтағы шабуылдағы көп күш жұмсады. Атажанов, Сухрабек, алды. Самиев бұның барлығына тойтарыс беріп шыға алды. 20 секундтай уақыт бар. Айкик және Самиевтің қарымта шабуылы, өте бір қайсар мінезді жігіт екен. Рустам Самиев алған бағытынан қайтар емес. Соңғы секундтар Атажанов сәл үзіліс алды. Көп энергияны жұмсаған шабуылдардан кейін әрине қазір біраз демал болуға тырысады. Онысы түсінікті. Алғашқы раундтан кейін қазір спортшылар тиісті нұсқамаларын алатын болады. Шараның энергетикалық серіктесі Gorilla Energy Drink. Второй раунд этого поединка, 8-й поединок сегодняшнего вечера. Именно этот поединок закрывает серию прелимов. Тем мы же ожидаем только лишь начала мейн-карда, главного карда сегодняшнего ивента. Рустам Самиев в синем углу и Сухрабек Атажанов. Напомню, что у нас весовая категория до 61 килограмма. Хай-кик. Остается нога, и как раз таки пытался прихватить эту ногу для проведения перевода в партер Атажанов, но не сумел. Ищет возможности, удар со разворота. Слишком далеко находился Самиев. Снова буквально прыгает на своего оппонента, и Атажанов использует как раз таки такие моменты и без особых усилий, наверное, да, переводит своего оппонента в партер, проведя бросок попутно. Занимает позицию бокового контроля Атажанов. И в маунте оказывается. Пытается сбросить своего соперника Рустам Самиев. Здесь, конечно же, много возможностей для Атажанова. Можно и добивать сверху, что в целом и делает. За счет длины ног пытается. Поворачивается спиной, снова допускает ошибку. Забирает бэк-маунт, закрывает замок на туловище. Фиксирует очень грамотно своего оппонента. Не дает возможности выйти из этого захвата. И выходит на удушающий прием со спины. Нет. Оказалось, что вышел. Удерживает эту руку Самиев. Одну руку заправил, но грамотно прячет шею. Обратите внимание, что за счет подбородка опускает очень низкий подбородок. И вот теперь уже плотный захват. Может сейчас закончить во втором раунде. Нет, не удается. А вот сейчас точно!
Второй раз я уже говорю, что точно может закончить, но не заканчивает. Атажанов. Это удушающий прием. Терпит Самиев. Буквально из последних сил пытается провести удушающий. Нет, не получается у Сухробека Атажанова. Это уже не первая попытка. Не удается. Настолько хорош Самиев в своей защите. Либо настолько плох Сухробек Атажанов в своих атаках. В общем, кто-то хорош, кто-то плох. Мой вердикт. После этого эпизода. 2 минуты остается. Предпримет ли еще одну попытку Атажанов? Самиев сейчас пытается развернуться лицом к своему оппоненту. Ему необходимо сейчас освободиться от захвата, затем повернуться лицом. Что в целом и пытается сделать Рустам Самиев. Да, Джакаев здесь рефери принимает, на мой взгляд, правильное решение. Активности не было со стороны Атажанова и Самиева в целом. Да, были атаки, но затем эти атаки закончились. В стойке несколько ударов со стороны Самиева. Не могу, конечно же, отдать предпочтение именно удару тому или иному бойцу, потому что не было таких ярких моментов, связанных с успешностью комбинаций со стороны Атажанова, Сухробека, либо Рустама Самиева. Пытался сейчас пробить фронт-кик, но провалился в этой атаке. 50 секунд, слишком далеко находился, очень грамотно разрывает дистанцию Атажанов. Я так понимаю, что берет такую небольшую паузу для восстановления сил. Очень много, конечно же, потрачено было с его стороны. О, что это такое? И для чего это? Если бы мы знали, что это, сказали бы, что это. Так мы не знаем, что это. Колено в корпус. Да, вот Рустам Самиев мне напоминает технику суеты. В стойке просто все, что может делать, делает. О, вот сейчас правильно было. Как раз таки под последние секунды второго раунда тактически верно провести все-таки тейкдаун. И да, закрывать нужно второй раунд на такой вот ноте. Второй раунд завершился именно в таком ключе. Ждем начала третьего раунда. Уже второй поединок подряд мы видим с вами третий раунд. Соңғы раунд. Рустам Самиев, Сухробек Атажанов. Сәл басымдылық Атажановта болған сияқты, бірақ үшінші раундта қазір бұл жігіттің күйі қандай. Күресемін деп, қарсыласын қылқындырамын деп, көп шаршап қалған сияқты. Рустам Самиев енді бұны қолдана алады. Соңғы жекпе-жегінде естеріңізде болса, Атажанов алғашқы раундты керемет өткізген болатын, бірақ екінші раундта Атахоновқа басымдылықты беріп қойды. Енді дәл сол қателікті қазір қайталамаса болды. Өз жанкүйерлерінің алдында әрине аянып қалмайтыны анық. Жергілікті зор арена әрине Атажановты барынша алға итермелейтін болады. Соққамасу және хай-кик. Дәл тиген соққы, аяқ қомтылды. Самиев бұған дайын болып шықты. Өте клинчтен шыға бере. Қазір хай-кикті лақтырып кеп жіберді. Осымен екінші. Хай-кик 40 секундтың ішінде
Джеб, бірақ бұл соққылар Самиев көріп тұр. Аяқпен жасалған фронт кик. Тігінен жасалған соққы. Міне тағы да күресіп көрмекші және бір аяқтан ұстады. Атажанов Сухробек өз дегеніне жете алады. Аяқтан ұстап құлата алмайтынына көз жеткеннен кейін қазір клинчті айқасып көрмекші. Басымдық бұл жерде Атажановта шыға бере. Сол қолмен тиген соққыны көрдіңіздер. Бірақ міне көрдіңіздер ме? Уақыт өткен сайын Сухробек Атажановтың басымдылығы сондай бір айқын болып көрінбейді. Міне енді тейкдаун. Әйтеуір дегеніне жетті. Самиев қапасын құлатып алған екен. Бұлай ұруға болмайды. Алшы ескерту бұл жерде. Омыртқадан соққы жасауға болмайды. Ұруға да болмайды. Тағы да бэкмаунт. Таныс позиция бұл. Осымен екінші раундта да дәл осы позицияға ие болып отыр. Бірақ Самиевті қараңыздар. Аяққа тұрып кетті. Керемет дземен жасалған соққы. Бірақ әлі қарсыласы арқасында әлі қорғанып шыққан жоқ бұл позицияны. Аяқтан іліп алып құлата алады бұл жерде. Сухробектің ойлаған түсініп отырмыз. Аяқтан іліп алып әдіс жасап көрмекші. Джеб тағы да. Керек. Кик. Қолдың сыртынан жасалған. Соққы дәл осы соққы айтпақшы. Бірінен соң бірі тиіп жатыр. Самиевтің нәтижелі дәл тиіп жатқан соққыларын бір деуге болатын шығар. Сәл қарқынды үдету керек. Самиев өзі шабуылдаған кезде жалпы қолдан келіп жатады. Міне, өте жақсы. Соққы алмасу, бірақ соңғы соққыны жасаған Самиев. Бұл жерде әзірше кеңістікті, қашықтықты Сухробек қадағалауда. Самиевке әрдайым жақындап отыру керек. Нәтижелі соққы жасау үшін, бірақ көрдіңіздер ме, жеңіске деген ұмтылысы зор бұл жігіттің. Одан келмей жатса да барынша қысым көрсетіп, барлық мүмкіншілікке ие болғысы келеді. Өте жақсы күрес. Қарсыласы күреске ұмтылған сәтті көре алды. Соққы. Бір жарым минуттай уақыт бар. Бұл раундта күрес аз болды енді. Бұған дейінгі екі раундпен салыстыратын болсақ, және Самиев де бұл раундта әрине жеңіске жетуге мүмкіншілік көбірек болған сияқты. Қалай дегенмен Атажанов соңғы жекпе-жектегі сценарийді тағы да қайталап отыр деуге болатын шығар. Сәл ұқсастық бар, бірақ бұл жолы екінші раундта біраз басымдылық болды. Мойындауымыз керек. Ал Атахонов Амирханға қарсы жекпе-жекте естеріңізде болса, әр раунд сайын бұл жігіттің басымдылығы төмендей бастады. Әр раунд сайын шаршай бастаған болатын. Бұл жекпе-жекте де шамамен сондай сценарийді байқап отырмыз. Жақсы, қолмен соққы алмасу бұл жерде. Бұл раундты Сухробек Атажанов қарсыласына беріп қойған сияқты. Тейкдаун жасай алады ма? Раундтың соңында бұл өте маңызды тейкдаун. Дәл осы әдістің арқасында қазір Сухробек Атажанов раундты ұрлап алу әбден мүмкін. Қазір енді қалған 10 секунд осы позицияда ұстап қалып, белсенді болу керек, соққы жаудыру керек. Рефери де ескерту беріп отыр, тоқтауға болмайды. Ашықтан ашық уақыт созып жатып алатын болса, рефери тоқтататын болады, бірақ уақыт аяқталды. Төрешілердің шешіміне жеткен кезекті жекпе-жек. Біз турнирдің ортасына келіп қалдық. 16 жекпе-жектен тұратын турнирдің 8-шісі өз мәресіне жетті. Сухробек Атажанов өз жеңісіне сенімді. Бұған бізде күмән келтірмейміз. Қалай дегенмен басымдық жергілікті спортшының қолында болды. Кемдегенде бізге солай көрінді. Төрешілер қандай шешім келген сәл уақыттан кейін білетін боламыз. Дәл осы жекпе-жек
андеркарт жекпе-жектерін аяқтайтын болады. Бұдан кейін біз негізгі картқа көшетін боламыз. Қалған 8 жекпе-жек мейн карт сериясы. Внимание, дорогие друзья! По итогам трехраундового поединка единогласным решением судей победу одержал боец из Узбекистана Сухрабек Атажанов. Сухрабек Атажанов төрешінің бір ауыздан шешімімен жеңіске жетіп отыр. Демек, рекордын енді 4-1-ге жеткізді деген сөз. Ал біз келесі жекпе-жекті, яғни негізгі карттың алғашқы жекпе-жегін асыға күтеміз. Қазір жеңімпаз міндетті түрде өз көрерменіне бір-екі ауыз сөз жолдайтын болады. Ну что, давайте поздравим Сухрабека с победой! Ассаламу алейкум, Ташкент, Узбекистан! Всем спасибо! Вы всегда так нас поддерживаете. Это для нас большая мотивация. Спасибо всем моим хорезмским братьям. Здесь они для меня приехали болеть за меня. Вам от души спасибо. Мирали Хищник, спасибо. Конечно, моим еще тренерам спасибо здесь. Им всегда они для меня делают самое лучшее. Всегда учат они меня. Бесплатно все делают для меня. Спасибо вам большое. И Парвиз Ака, спасибо ему тоже. Он всегда меня помогает, поддерживает тоже. Ассаламу алейкум, хорезмские братья. Спасибо всем. Да. Ассаламу алейкум, Ташкент, Узбекистан. Я хочу поблагодарить организаторов, в частности моего брата Парвиза и всех остальных организаторов этого турнира. Вот. И просто хочу отметить Pirov Team, клуб Акбар. Это ребята, их не представили, я хочу, чтобы отдельно мы их представили. Спасибо. Простые и удобные денежные переводы в мобильном приложении Корона Пэй.